Құрметті әріптестер, біз қазір жақшалы және жақшасыз екі амалдан тұратын өрнектердің мәнін табуды үйреніп жатырмыз. Біз қазір екі амалдан тұратын жақшалы өрнектің мәнін табу үшін бірінші амалдардың орындалу ретін анықтап аламыз деп қарындашпен белгілеп жатырмыз. Сосын бірінші амалды астына өрнекті жазып мәнін табамыз. Сосын екінші амалды анықтап жазып оның мәнін табамыз және өрнектің мәнін соңында жазатын боламыз. Ал енді жақшасыз өрнек келетін болса, оны амалдардың орындалу ретін солдан оңға қарай орындаймыз деп үйретіп жатырмыз. Сосын әрі қарай мынадай тапсырмалар берген дұрыс. Мысалы, бірінші, екінші амалдың орындалған өрнектердің ретіне қарап отырып, жасырынған өрнекті анықта деп. Мысалы, бірінші, егер 28-ден 8 азайтып, оның мәніне 3-ті қосқан болса, қандай өрнек жасырынған деп сұрап отырып, жасырынған өрнекті анықтауды үйрете берген дұрыс. Себебі біз келесі жыл 3-ші сыныпта математика сабағында мынадай тапсырмаларға өте жиі кездесеміз. Амалдардың орындалу ретіне қарап отырып, жасырынған өрнекті анықта деген тапсырма өте жиі көп беріледі. Сондықтан қазір 2-ші сыныпта осындай тапсырма көбірек орындатқан дұрыс және амалдардың орындалу ретін астына өрнекпен көрсетіп жасатқан дұрыс болады.